Мейірімді жан. Жамиланың өзінен кейінгі екі інісінің бірі ержете бастаған. Есімі Батыр деген жуас бала. Қасында отырып парталасы Шырынға өлердей ғашық болды. Шырын да Батырға ессіз ғашық. Бірақ екі жаста бір-бірінен қатты ұялатын еді. Көздері түйісіп қалса, өздерін қоярға жер таппайды. Шырын ағасы мен жеңгесінің қолында тұратын жетім қыз. Жастайынан жеңгеден қорлық көрсе де, өжеттілігімен алға ұмтылған, жаны таза, мейірімді еді. Қаншама таяқ жесе де, мектепке келгенде Батырды көріп, көңілі көтеріле, барлық қайғысын ұмытып кететін. Мектеп бітіру кеші де жақындап келеді. Сыныптастар әрі қалаға кететінін айтып, жарыса сөйлескенде Шырын ештеңе деп айта алмайтын. Соңғы қоңырау кешінде Батыр бар жігерін жиып Шырынға сөз салды. Негізі әлі де жүре беретін еді. Батырдың жолдасы Шырынға ғашық. Осы кеш біткен соң Шырынды алып қашамын дегесін, Батыр ғашығынан айырылып қалудан қорықты. Сол күні екі ғашықта сезімдерімен бөлісіп, бақыттан бас айналды. Батыр досы алып қашатынын да ескертіп, аяғында ешкімге айтпай өзі алып қашты. Шырын да ғашығына өз еркімен келісімін бергесін, жігіт досындай қадамға барды. Ұлының аяқ астынан келін әкелгеніне ана қуанса да, тойды өткізетін әрі қыздың артынан апаратын қалың малы жоқтығына іштей қапаланды. Ағайын туысты жиып, азын-аулақ қаражат жинаған сияқты болды. Шырынның қашып кеткеніне ашуы келген жеңгесі Батырдың үйіне келіп айқай шығарды. Қалай болса да Шырынды алып кету. Қайын-сіңлісін басқаға беремін деп алатын алып қойғаны қашан? Үлкендерді тыңдамай, бәрін баса көктеп, Шырын отырған бөлмеге кіре сап, байқұс қыздың шашынан сүйреп алып шықты. Қыз қаламын, өз еркіммен келдім, Батырды сүйемін деп жалына жыласа да, қарайтын жеңгесі жоқ. Аузына келгенін айтып жатыр. Мынадай ауру адамдар тұратын жерге сені келін қылсын деп өсірдім бе? Өздерінше мені бison тиынмен алдап қояды ғой. Қарай көр мыналарды. Кешірімге қай түрімен әкеледі ұялмай деген сияқты былапыт сөздерімен Батырдың намысына әбден тиді. Үйге келген соң Шырынды әбден сөзбен сыбап алды. Бөлмесіне қамап қойып, әрі басқан қадамын аңдып отыр. Қыз да жылай-жылай көздері қызарып, беті ісіп кетті. Сүйгеннен айырылғанына шыдамай, жоқ, бұлай отырғаным болмас. Қалай болса да бұл үйден кетемін деген шешімге келді. Әрі-бері ойланып, терезеден қашуға бел буды. Ол кездегі терезенің бір көзін алып, орнына бөз матаны шегелеп қойған болатын. Жаз айы болғандықтан үй ішінің ыстық тартып, сол терезені арнайы ашып қойған. Жеңгесі Шырынды аңдып жатса да, қалың ұйқыға кеткен кезде қайшымен ақырын бөзді қиып, оңай секіре Батырдың үйіне қарай жол тартты. Қараңғы түнде көше иттері үріп, үрейін ұшырса да ғашығына жету еді. Батырдың үйіне жетті. Терезені сарсылдата қаққанда, көзінен ұйқысы кетпеген Батыр есікті өзі ашып, селк ете түсті. Көз алдында Шырын түнгі аппақ киімі, шашы жалбыраған, жалаң аяқ тұрған. Қорқып кеткен Батыр, Шырын, сенсің ба деген сөздерді әзер айтты. Мен ғой, саған келдім. Тезірек екеуміз қашып кетейікші. Қазір жеңгем келіп алып кетер, деп жылап жіберді. Ұйқысы шайдай ашылған Батыр ешкімге ескертпестен Шырынды ертіп туыс ағасының машинасымен қалаға тайып тұрды. Шырынның жеңгесі жер сипап қалғанына әлі де сене алар емес. Қаны басына шауып Батырдың үйіне келіп айтпағанды айтып долдана үйіне жетті. Кезінде алтын алып қойған алтын сақинасын қимай қайтарып беруге тура келді. Батыр мен Шырында ауылға келіп, кішігірім беташар тойын өткізіп жатқанда, тағы да жеңгесі келіп, қырғын шығарып, тойдың шырқын бұзып кетті. Бастысы екі ғашық бірге. Шырын таңмен таласып, кешке сүріне құлайтын. Неше жыл күтім көрмеген үйдің шаңы, көрпе төсектің кірін тазалау, басқа да жұмыстар жасау Шырынға тым емес. Келген туыстарды жылы қабақпен қарсы алып, енесінің, қайнапасының жағдайын жасап үлгірді.
Батыр осындай жар алғанына үнемі шүкіршілігін айтып отырды. Батыр да ауылдағы байдың малдарын бағып, бірте-бірте қаражат жинай бастаған еді. Негізі Шырынның пысықтығының арқасында 1 жылдың ішінде үйлері зәулім сарайға, іші нұрға толды. Барлық шаруаға икемі келін, ауру иненің де, қайнапасының да жағдайын күнделікті жасап отыратын. Өз қолынан келгенше торт, нан пісіріп дүкенге салып отырады. Сол арқылы да күнделікті үйдің тамағын жеткізіп отыратын. Міне, менің келінімнің арқасында қара шаңырағым бұрынғыдай сыйлы, берекелі отбасыға айналды. Одан бері қанша жыл өтті. Анам дүниеден өтіп, сіңілім Жания сол баяғы аурудан айықпады. Кенже інімде үйленіп үй болды. Батыр мен Шырынның махаббаттары мәңгі алаулап, өмірге ұл-қызы аралас балалары бар. Шырын қанша уақыт өтсе де, сүйкімді қылығы да, мейірімділігі де сол қалпында. Төркінге барсам, құшақ жая қарсы алып, анамның жоғын жоқтатпайды. Шырын келініме Алла ұзақ ғұмыр беріп, мәңгі бақытты болсын деген тілегімді әрдайым тілеп жүрем, дейді кейіпкер.